Баршаңызға сәлем. Қыста тұмаумен жиі ауырмау үшін не істеу керек? Қыста тұмау мен респираторлық вирустық инфекцияның маусымы басталатыны белгілі. Иммунолог дәрігер тұмаудың алдын алу үшін маусымдық көкөністер мен жеміс-жидектер жиі жеуге кеңес береді. Маманның айтуынша, маусымдық көкөністер мен жемістер ерте жиналған өнімдерден әлде қайда пайдалы. Кеш жиналған өнімнің құрамында иммунитетті нығайтатын қоректік заттар көп. Сондай-ақ қыста бета-каротинге бай асқабақ, цитрустық жемістер мен ашыған қырыққабат тұмаудың алдын алады. Бета-глюкандармен қаныққан саңырауқұлақ иммунитетті көтереді. Сол себепті саңырауқұлақты күнделікті ас мәзіріне қосуды ұмытпаңыз. Ауырып еміздегенше ауырмайтын жол ізде. Алдын алу шаралары біріншіден организмнің өзіндік қорғанысын күшейтуге бағытталу керек. Денені шынықтыру, мысалы контрастты душ, бассейн, тағы басқа. Дұрыс тамақтану, яғни дәрумендерге бай жаңа піскен көкөністер мен жемістерді көбірек тұтыну.